Біздің сериал мектепте өзінің сұлулығымен және талантымен танымал, барлық ұлдарды өзіне тәнті ететін Джина есімді қыздан басталады. Джина да компанияда оқиды, өйткені ол әйгілі кумир болуды армандайды. Ол әрқашан кішіпейіл болуымен және қорлық көрген адамдарға көмектесуімен танымал. Содан кейін біз Санго есімді кейіпкерімізге көшеміз. Ол да Джинаға тәнті болып, оны көптен бері бақылап келеді. Досы оның қасына келіп, оны көргенде ол оған қарауды тоқтатуға кеңес береді. Өйткені оның жігіті бар және олар негізінен екі түрлі әлемнен бірге келеді. Ол әйгілі және сүйікті, ал біздің кейіпкерімізді ешкім білмейді. Және шынымен де бәріне. Содан кейін біз Джинаға ораламыз. Жігіті онымен сөйлесуге келгенде, ол оған немқұрайлы қарайды. Ол оған олардың көпшілік алдында екенін айтып, сөйлесу үшін оны шетке шығарады. Кездейсоқ кейіпкеріміз бір жерде болып, оларды бірге көреді. Ол досының айтқанын ойлай береді. Олар шынымен де бір-бірінен ерекшеленеді және олар бір күні бірге болады деген үміт жоқ. Біз Джинаның тек есімді жігітімен қарым-қатынасы өте нашар екенін білдік. Бұл оның туған күнін өткізіп алғаны үшін кешірім сұрауға тырысқанда көрінеді. Бірақ біздің кейіпкеріміз оған салқынқандылық танытып, онымен ажырасқысы келетінін айтады. Ол бас тартады және оны себепсіз қалдырмайтынын айтады. Ол оған көптеген себептері бар екенін айтады, бірақ оны одан құтқару үшін тек біреуін атайды. Оның енді оған деген сезімі жоқ. Енді оның жаңа жігіті бар. Ол оған күліп, онымен кездесуге кімнің жолы болмағанын сұрайды. Джина қобалжып, кездейсоқ жігіттің суретін тауып, оған нұсқап, бұл оның жаңа жігіті екенін айтқанша жан-жағына қарайды. Ол суретке қараса, бұл біздің кейіпкеріміз екенін түсінеді. Тек алаңдамайды, өйткені ол оның өтірік айтып тұрғанын біледі. Және бұған көз жеткізу үшін ол одан оны осы жігітпен таныстыруын сұрайды. Содан кейін ол ажырасуды қабылдайды. Джина келісіп, ертең олармен кездесетінін айтады. Ол кеткеннен кейін ол жаңа ғана қандай апатқа ұшырағанын түсініп, досынан біздің кейіпкерімізді табуға көмектесуін сұрайды. Олар кейіпкердің досына тап болады. Ол жаман нәрсе болды деп ойлап, үрейленіп, жағдайды түзетуге тырысып, Джинаның досынан кешірім сұрауға барады. Бірақ содан кейін Джинаның достары оған қоңырау шалып, ол іздеген жігіттің досын тапқанын айтады. Батырдың досы тез қашып кетеді де, Батырға ескертуге барады. Ол Джинаның оны іздеу үшін не істегенін сұрайды. Батыр Джинаның оны іздеп жүргеніне таң қалады, бірақ досы оған таң қалатын уақыт емес екенін айтады. Джина оны мектептің төбесінде күтіп тұр. Біздің кейіпкеріміз жоғарыға асығады. Ол не болып жатқанын және оған не үшін қажет екенін білгісі келеді. Ол келгенде алдынан Джинаны көреді. Ол оның жігіті болуын сұрайды. Ол шошып кетті. Оның өңінің өзгергенін байқаған кезде, ол өзінің әдемі екенін және одан да жақсырақ болуға лайық екенін білетінін айтады. Бұл ол, бірақ ол кішіпейіл және оған сілтеме жасай отырып, Құдайдың жаратылыстарының ең әлсізін таңдайды. Ол оны мазақ етуді доғаруын өтініп, оның жігіті бар екенін айтады. Ол онымен ажырасып кеткенін айтады. Ол оны ұнатқаны үшін онымен ажырасып кетті ме деп сұрайды және ол оның бар екенін кеше ғана білгенін және оның оянуы керек екенін айтты. Бұл өте маңызды. Егер ол оны жақсы көрмесе, неге онымен кездескісі келетінін сұрайды. Ол оған мұны нақты кездесу кеші ретінде емес, шектеулі уақытқа ұсыныс ретінде қабылдауды айтады. Біздің кейіпкеріміз бас тартады. Бұл Джинаны таң қалдырады, өйткені оның өмірінде бірінші рет біреу оған жоқ деп жауап берді. Ол достарына барып, оның жоқ деп айтқанына таң қалады. Олар одан ертең жаңа жігітімен кездесуге уәде берген текпен не істейтінін сұрайды. Ол не істерін білмейтінін және өтірікші ретінде әшкереленіп, текке қайта оралуға мәжбүр болуы мүмкін деп қорқатынын айтады. Біз кейіпкерімізге қайта ораламыз. Ол досына Джинаның ұсынысы және оны қалай қабылдамағаны туралы айтып береді. Оның досы шошып кетті және оның өміріне деген сүйіспеншілігінен бас тартқанына сене алмайды. Кенеттен тек пайда болып, кейіпкер мен оның досын мазақ етіп, кейіпкердің Джинаның жігіті емес екеніне сенімді екенін айтты. Өйткені ол өтірік айтты. Ол кетіп бара жатыр. Бұл арада Джина Сунгоның одан бас тартқаны туралы ойлана береді және бүкіл әлем оған қарсы шыққандай ренжіді. Содан кейін тек келіп, оны бүгін жаңа жігітімен таныстырамын ба, әлде бас тартамын ба деп сұрайды. Ол мұны міндетті түрде жасайтынын және жасыратын ештеңесі жоқ екенін айтады. Ол оның жақсы екенін айтады. Ол оны сабақтан кейін күтеді. Ал ол жігітін ертіп келуі керек. Джина барып, кейіпкерді күшпен сүйреп апарудан басқа амалы жоқ деп шешеді. Бірақ ол оған не істесе де онымен кездеспейтінін айтады. Ол бұл жолы оған нақты себебін айтып, текпен неліктен ажырасқанын түсіндіретінін айтады. Ол оған жаны ашиды және онымен кездесіп, оған көмектесіп, өзін құрбан етуді шешеді. Ол оған шарттардың бірі, оның осы кезеңде басқа қызға ғашық бола алмайтындығы екенін айтады. Ол келіседі, бірақ оның да шарттары бар екенін айтады. Ол оның атын атап, сабақтан кейін үйіне шығарып салғысы келеді. Ол ақыры онымен кездесетініне қуанышты. Ол келіседі, бірақ олардың қарым-қатынасы шынайы емес екенін еске салады. Бұл оны ренжітеді және қайтыс болғанға дейін анасын еске түсіреді және оған әрқашан адал болуға қалай кеңес бергенін еске салады. Джина одан қол қоюды сұрағанда, ол екіленеді, бірақ ол оған бұл туралы ойлануын айтып, үйден шығып кетеді. Онымен келісім шарт жасас. Оның қасына досы келіп, мұндай мүмкіндік өмірде бір рет болатынын айтып, оны сендіруге тырысады. Джина ток күтіп тұрған жерге барып, оны жалғыз тауып алады. Ол жаңа жігітінің қайда екенін сұрап, олардың қайтадан бас қосып жатқан сияқты екенін айтады. 1 минут өтті, ешкім көрінбеді. Сондықтан ток осы мүмкіндікті пайдаланып, оны қайта ренжітпеймін деп уәде беріп, оған қайта оралуын сұрайды. Джина Хенгоның пайда болғанын көріп, оның Джинаның жігіті екенін жариялағанша үмітін үзеді. Ол келісімшартқа отырған болып шықты. Джина қуанып, оны алып кетеді де кетіп қалады. Ал тек оның шынымен қарым-қатынаста болғанына
таң қалады. Кейіпкеріміз үйге келгенде әкесі оның қарым-қатынасы бар екенін біліп, кеңес сұрап, барлық әйелдерді өзіне қалай ғашық ететінін сұрайды. Содан кейін әкесі неге кенеттен танысу және әйелдер туралы білгісі келетінін сұрайды. Біздің кейіпкеріміз оған өзінің де әдепті жігіт екенін және қарым-қатынасты бастауға шешім қабылдағанын айтады. Әкесі: "Тыңда, балам, мұның сыры осында", дейді. Қыздың жүрегіне апаратын бірінші жол оның асқазаны. Оны мейрамханаға апарып, өзіне ұнайтын нәрсені сатып ал. Кейіпкеріміз кешкі асқа барғанда, оның өзімен бірге тамақ алып кеткенін байқайды. Сондықтан ол әкесінің кеңесіне құлақ асып, оған тамақ сатып алады. Мұны көрген Джина оның қамқорлығына қуанып, оған күлімсіреді. Бұл біздің кейіпкерімізді қатты қуантады. Өйткені ол оны кішкентай болса да күлдірді. Ол оны мектептен кейін күтуді шешеді. Сонда олар үйге бірге бара алады. Бірақ ол оны көргенде, онымен бірге үйге бармайтынын айтып, бірге барудан бас тартады. Ол әкесінің әйелдерге жабысқақ еркектерді ұнатпайтыны және егер ер адам оны жалғыз қалдырса, ол ақырында қайтып келетіні туралы айтқан сөздерін есіне алады. Сондықтан ол оны жалғыз серуендеуге жібереді. Ал ол мұны істегенде, Джина бұрынғы жігітімен бетпе-бет келеді. Сондықтан ол артқа жүгіріп барып, оны үйіне дейін шығарып салуын өтінеді. Ал кейіпкеріміз оны қайта көріп, әкесінің айтқаны дұрыс екенін түсінгенде шошып кетеді. Ол мүлдем дұрыс. Кейіпкер онымен жақынырақ танысу үшін оны мейрамханаға апаруды ұйғарады. Өйткені ол жігіті олардың қарым-қатынасының шынайы емес екеніне күмәндануы мүмкін деп қорқады. Ол жерде олардың ортақ тұстары көп екенін біледі. Ол жаттығу жасап жатқандықтан кету керек екенін білгенде, ол оны үйіне апарып болғаннан кейін алып кете алатынын сұрайды. Ол оған кешігіп қалатынын айтады, бірақ ол қарсы емес екенін және күтетінін айтады. Оның жаттығуы шынымен аяқталғанда, ол оны шынымен күтіп тұрғанын біледі және ол оны үйіне шығарып салады. Ол оның телефон нөмірін сұрайды. Ол қоштасып кетіп қалады. Содан кейін оларды біреу бақылап тұрғаны белгілі болды. Джина достарымен қыдырып, кейіпкердің атын атай береді. Оған жақын маңдағы кафеде екенін айтып, келуін өтінеді. Оған хабарламалар келе салысымен, ол сол жерге жүгіріп келіп, досын ертіп келеді. Оның досы біртүрлі әрекет ете бастайды. Бұл Джинаның Хана есімді досын ашуландырады. Ол қазірдің өзінде батырға шыдай алмайды және олардың кетуін талап етеді. Джина да зерігіп, олардың кететін уақыты келді дейді. Сол кезде батыр пайда болып, оларға жақын жерде шынымен де дәмді тағамдар сататын орын бар екенін айтып, онымен бірге баруларын өтінеді. Оның досын қуып жібереді. Өйткені бұл олардың құпия жері және ол Джинаны ол жаққа апара алмайды. Джина осы ерекше орынды онымен бөліскеніне қуанышты. Олар сол жерге келіп, тамақтың дәмін татқанда, бұл оларға қатты ұнайды. Джинаның досы да кейіпкердің досын ұната бастайды және жақын арада олардың арасында бірдеңе болуы мүмкін сияқты. Джина тамақтың дәмін татып көргенде, оны қатты ұнатады. Сондықтан кейіпкер оларға да ойын ойнауды ұсынады. Джина ойнап, тамаша уақыт өткізіп жатыр. Ол одан бірге суретке түсуін сұрайды. Олар оның үйге бара жатқанын түсінгенде, ол бұл жолы оны шығарып салғанын айтып, оны үйіне ертіп барады. Ол оны да ертіп жүргенін айтқанда, ол оған бәрібір 18 жыл бойы жалғыз жүргенін айтады. Ол күртешесін шешіп, оны киюге рұқсат береді. Өйткені оны үйіне ертіп барғысы келмейді және ауа райы суық. Кейіпкер оның мінез-құлқына таң қалады, бірақ сонымен бірге оған әсер етеді. Тек кейіпкерді көреді. Тіпті соң оның қасында болған кезде оны суретке түсіреді. Бұл оның көңілін қалдырады. Біз күртешені кейіпкерімізге қайтаруға шешім қабылдаған кейіпкерге барамыз. Сонымен бірге ол бұрынғы жігітінің оны қорлап жатқанын көреді. Бірақ ол уақытында келіп, оларды көреді және тоққа жігітін мазаламауды және оны ренжіту туралы ойламауды ескертеді. Шешім қабылдаған кейіпкерге барамыз. Сонымен бірге ол бұрынғы жігітінің оны қорлап жатқанын көреді. Бірақ ол уақытында келіп, оларды көреді және тоққа жігітін мазаламауды және оны ренжіту туралы ойламауды ескертеді. Ол оған тағы да ренжітетін бірдеңе жасаса, ол мұны істеуге дайын екенін айтады. Тек олардың қарым-қатынасына қазірдің өзінде күмәнданатынын және оны өзінше дәлелдейтінін айтады. Ол оған бұл мәселені шешу үшін оған қайтып оралмайтынын айтады. Содан кейін соңққа барып, оған мейіз береді. Бұл біздің кейіпкерімізді оның істеген ісімен таң қалдырды, бірақ бұрынғы жігітіне олардың бірге екенін растады. Біз кейіпкеріміздің олардың ережелерін сақтамағанына ренжіген кейіпкерімізге барамыз. Ол оны ақымақ және ақымақ деп атайды да, оны тастап кетіп қалады. Оның достары да келіп, оның істегені дұрыс емес деп сынайды. Ол оларға бұл мүмкін емес болса да, жалғыз шешім екенін айтады. Біз болған оқиғаға ашуланған және оның мүлдем жақсы адам емес екенін көрсететін шошқа таққа барамыз. Ол Джинді қайтару керек деп шешіп, оны қайтадан ұнату үшін бәрін жасауға тырысады. Бірақ кейіпкер оған ешқандай қызығушылық танытпайды және оған мән бермейді. Біз кейіпкеріміздің әнін досымен бірге тыңдауға барамыз. Олар студенттерге тамақ беріп жатқанда, Джина олардан бірге тамақ ішуді сұрайды. Бірақ соң оның істегеніне ренжіп, оны елемей бас тартады. Ол одан аулақ жүре береді. Біздің кейіпкеріміз сыныпқа бірінші болып оралғанда, ол кейіпкердің досы Ханамен кездеседі. Ол мүлде жақсы емес және шаршаған көрінеді. Ол одан бұл туралы сұрағанда, ол арықтау үшін 3 күн тамақ ішпегенін айтады. Ол оның көңілін көтеріп, өзіне зиян келтірмеу үшін бірдеңе жеу керек екенін айтады. Бірақ ол оның кеңесін елемейді және не істесе де оны қабылдамайды. Біз Джинаның қасына барамыз. Ол Сонгтың досына барып, өтінемін, мен сізге кез келген жолмен көмектескім келеді деп жалбарынады. Бұл ән мені қайтадан жақсы көруім үшін. Ол ренжігеніне қарамастан, оның көңілін көтереді. Кейіпкер Сонг оның ұсынысын неге ертерек қабылдағанына таң қалады. Оның досы оған шындықты айтады және Сонг оны танымай тұрып ақ оған ғашық болғанын және мұны тек оған жақын болу үшін жасағанын айтады. Кейіпкер Сонгтың оны көптен бері жақсы көретінін білгенде шошып кетеді. Біз Ханамен бірге отырған Сонгқа барамыз. Ол сусызданып қалады деп қорқып, оған су бергенде, ол оны одан алуды шешеді және ол оған таңданатынын
ерік жігерін және оның армандары үшін берік екенін түсінеді, және ол оны жігерлендіреді. Ол оған әйгілі кумир болу үшін, ішіп жеуден бас тартқаны үшін адамдар оны біртүрлі деп санайтынын айтады. Ол оның көз алдында әдемі екенін айтады, бірақ ол салмақ қосуға көмектеспесе де бірдеңе жеуін сұрайды. Ол да оны тыңдап, көңілін көтереді, өйткені ол оның тек Джинаның жігіті болып көрінетінін және оған деген сезімі жоқ екенін біледі, бірақ ол оны ұната бастаған сияқты. Осыдан кейін Джина соңққа барады, және ол да оны жақсы көргендіктен және оған бұл туралы айтпағандықтан келісімшартты бұзғанын айтады. Ол оған келісімшартты бұзбағанын және оның сезімдері шынайы екенін айтады. Ол оны жақсы көретінін сұрайды, және ол оның әнін алғаш естігеннен бері оны жақсы көретінін айтады. Ол келісімшартты бұзғаны үшін кешірім сұрайды, ал ол оны кешіреді. Олар татуласты. Содан кейін Джина жүрек соғысын өлшеу үшін зертханаға барады. Ал ұлын алдынан көрген бойда жүрегі дүрсілдеп соғып, оны ұнататынын көрсетеді. Біз кейіпкер мен оның мінез-құлқына ашуланған таққа қайта ораламыз. Оның достары оны тыныштандырады. Оған сеніп, бәрі жақсы болатынын айт. Біз Джинаның жаттығу залына достарымен бірге келеміз. Ал ханның жаттықтырушысы онымен сөйлесе бастайды. Ол оған жақсы жұмыс істемейтінін айтады, бірақ содан кейін Джинаны мақтай бастайды. Оның қаншалықты талантты және қаншалықты жақсы екенін айтып, оның бетінде қызғаныш пайда болады. Келесі күні мектепте ұлы Джинаға олардың қарым-қатынасын тойлау үшін сыйлық береді. Джина оны шынымен жақсы көреді, және оған деген сүйіспеншілігі одан сайын арта түседі. Ол сыйлықты достарына көрсетуге барады, ал Ток оны көргенде одан сайын қызғанады. Ол олардың қалай бірге болғанын және оған әрқашан сыйлықтар бергенін есіне алады, бірақ оған бәрібір. Және оның әлі де оны жақсы көретіні және оның мінез-құлқына өкінетіні белгілі болды. Джина сыйлығын шкафқа салуға барғанда, ол өзінің суреті мен хабарламасын жақын арада бірге болатынын айтқан біреуден тауып алады, бірақ ол оған мән бермейді және ұлымен кездесуге барады. Біздің кейіпкеріміз достары оны мазақ еткісі келгенде, Джинаның оған қаншалықты қамқорлық жасайтынын және оны қорғайтынын көргенде қатты таңғалды. Хана әйгілі әншінің концертіне қатысуға рұқсат сұрағанда, ұлы да бұл әншіні жақсы білетіні және оның үлкен жанкүйері екені белгілі болды. Ол туралы айта береді. Бұл Джинаны ренжітеді және оны қызғандырады. Ұлы және оның досы кешірім сұрап кетіп қалады. Джина осы мүмкіндікті пайдаланып, досынан әнші туралы сұрайды, және оның досы кенеттен ұлын қалай қабылдай бастағанына таңғалады. Оның досы оның жақсы адам екенін түсінгенін және оны қабылдауға шешім қабылдағанын айтады. Джина ханадан ұлын ұнатама деп сұрайды, бірақ хана мұны жоққа шығарады және олардың жай ғана кейіп танытып жатқанын және оның барлық қарым-қатынасы жалған екенін айтады. Хана оған ғашық болған адам сияқты бақытты көрінеді. Сыныпқа бара жатқанда ол Текпен кездесіп қалады. Ол одан бірдеңе сұрайды. Біз Джинаға қайта ораламыз. Ол ұлына онымен бірге түскі ас іше алмайтынын айтады, өйткені оған серіктестік керек. Бірақ ол оны аяқтағаннан кейін үйіне түскі ас ішуге шақырады. Ол да одан әншінің концертіне өзімен бірге баруын өтінеді. Ол оны қабылдап, онымен бірге жүреді. Бәрі біткен соң, Джинаны бұрынғы жігітімен бірге көргенде шошып кетеді. Біз Хана Джинадан компанияның мейрамханасында маңызды адаммен кездесуді сұрағанын білдік. Ал Джина келгенде, оны отыруға және сөйлесуге шақырған бұрынғы жігіті екенін білгенде қатты таңғалды. Ол алдымен бас тартты және оған олардың арасында ештеңе жоқ екенін айтты, бірақ ол оған жалбарынды. Ақыры ол келісті. Кенет ол көптеген сыйлықтар әкеліп, оған ештеңе бермеген күндерінің орнын толтыратынын айтты. Ол оған сыйлықтарға ешқашан мән бермейтінін және оның қасында болғанын қалайтынын айтады. Олардың әңгімесінің ортасында шум пайда болып, оларды бірге көріп, қызғанышпен қарайды. Ол одан бұл шынымен де онымен бірге жүруге кедергі болған маңызды нәрсе ме деп сұрайды. Ол ренжіп кетіп қалады. Джина оның артынан жүгіріп, ханамен не үшін бірге болғанын сұрайды. Ол оған өздерінің сүйікті әншілерінің концертінде болғанын айтады. Ол оған бұрынғы жігітімен кездесетінін білмейтінін және онымен бірге отыруын өтінген хана екенін айтады. Ол да қызғанып қашып кетеді. Ашуланған ол кездейсоқ біреуге соқтығысып, кешірім сұрап, әрі қарай жүре береді. Тек шығып, ұлынан Джин туралы сұрайды. Оның кеткенін естігенде ол шошып кетеді. Ол фактілерді сәйкестендіргенде оған қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Оның заттары жоғала береді және оны барлық жерде біреу суретке түсіреді. Ол оны жалғыз қалдырамын деп уайымдап, оған қоңырау шалуды шешеді. Біз Джинаның қасына барамыз. Ол өзін біреу аңдып жүргендей сезінеді. Ол одан неге оны аңдып жүргенін сұрайды. Ол оған жақын арада бірге болатыны туралы хабарлама жібергенін айтады. Ол оның мектебінде оқитынын біледі және егер ол оған жақындаса, оны оған жеткіземін деп қорқытады. Ол ашуланып, оны ешқашан тастамайтынын айтады. Оның психикалық тұрақсыз екені белгілі болды. Ол қашып кетеді, ал ол оның артынан жүгіреді. Біз ұлымызға ораламыз. Ол таққа онымен ұрысып қалғанын, сондықтан жауап бермейтінін айтады. Оған қатты ашуланып, оны жалғыз жүруге рұқсат берді деп айыптайды. Олар бейтаныс біреудің оған хабарламалар мен фотосуреттер қалдырғанын түсінеді және оның қазір оның жалғыздығын пайдаланып жатқанына және оны ренжітетініне сенімді. Олар үрейленіп, оған жетуге тырысады, бірақ оның телефоны өшірулі. Бұл оларды одан сайын қорқытады. Кенеттен оларға Джина қоңырау шалады, бірақ ешкім жауап бермейді. Бұл олардың Джинаға шынымен қауіп төніп тұр деп қорқатынын растайды. Олар шенге әрқайсысы оны басқа жерден іздеу керектігін айтады. Біз Джинаға барамыз. Онда обсессивті жігіт оған оны ұзақ уақыт бойы бақылап жүргенін және оның Такпен ажырасуын күткенін айтады. Бірақ бұл орын алған кезде ол бірден басқа біреумен кездесе бастады. Бұл оның оған жақындау мүмкіндігін жоғалтуына себеп болды. Ол қатты ашуланып, оған зиян тигізбеймін деп уәде беруін талап етіп, оған айқайлай бастады. Дәл осы сәтте ұлы дәл уақытында пайда болады және Джинаның соңынан ерген жігіттің назарын аударады. Сондықтан ол осы мүмкіндікті пайдаланып, оның басынан ұрады. Ұлы оның жағдайын тексеріп, оған полиция шақырғанын айтады. Обсессивті жігіт полицияның сиреналарын естігенде, ол қашып кетеді де,
кездейсоқ токты кездестіреді. Ол одан біртүрлі біреуді көрдің бе деп сұрайды. Өйткені ол оның досы және Джинаның артынан келе жатқанын білмейді. Бірақ кенеттен ток сөмкесінен Джинаның суреттерін тауып алып, оның обсессивті екенін түсінеді. Сондықтан оны ұстап алып, полицияға тапсырады. Сондықтан соңға Джинаны құтқарғаны үшін алғыс айтады. Олар кетіп қалады. Ал Джина Сонгтың ренжігенін байқайды. Ол оған бұл оның кінәсі емес екенін және ол бақытты болуы керек екенін айтады. Өйткені ол уақытында келіп, оны құтқарған батырға айналды. Ол оған күн сайын оны үйіне ертіп баруды шешкенін және шынымен де солай істейтінін айтады. Өкінішке орай, ол ата-анасының іссапарда екенін біледі. Сондықтан ол оны жалғыз өзі жеңе ала ма деп сұрайды. Ол ішке кіріп, өзі тексергісі келетінін сұрайды. Және, әрине, ол жоқ демей, онымен бірге кіреді. Оның қобалжығаны сонша, ол оған, өзіңді үйдегідей сезін деп, кешкі асқа шақырады. Ол оның Ханамен түскен суретін көріп, ол туралы сұрайды. Ол оған олардың 4 жыл бойы дос болғанын және Хананың оның ең жақын досы екенін айтады. Ол әңгіме тақырыбын өзгертіп, одан уайымдамауын өтінеді. Ол қасында болғанда, ол ұйықтап, демалуы керек. Оның ұйықтап кетуіне 5 минутта өтпейді. Джина оны шынымен ұната бастағанын түсінеді. Келесі күні мектепте Джина онымен сөйлесуге келіп, оған алғысын білдірді. Ол мүмкіндікті пайдаланып, олар ең болмағанда қайтадан дос бола ала ма деп сұрады. Содан кейін біз Джинаның досына барамыз. Ол оны және оның достарын үйінде демалуға шақырады. Әрине, олар келіседі. Шунг және оның досы да барады. Кенет олар алдарындағы токты көріп, оның да олармен бірге баратынын түсінеді. Шунг Джина мен токтың қайтадан дос болғанын біледі. Олар досының үйіне келіп, демалыс кезінде ойнап, әзілдесіп, шынымен жақсы уақыт өткізеді. Тамақ әзірлеп жатқанда, Хана күтпеген жерден кіріп, оған көмек керек пе деп сұрайды. Шамасы, оған жақындауға тырысады. Біздің кейіпкеріміз оны ұятқа қалдырғысы келмейді. Сондықтан ол одан пиязды турауды сұрайды. Кенет Джина ас үйге кіріп келеді. Ал біздің кейіпкеріміз оған қатты қызығып кеткені сонша, ол тіпті Хананың бар екенін ұмытып кетеді. Хана ренжіді. Олар ойнағалы жатқанда, әрқайсы қасындағы адамның құлағына сұрақты сыбырлап, есікті нұсқайтын ойын ойнауды шешеді. Бұл сұрақ қойылған адам. Джина кейіпкердің досын Ток деп атай бергенде, олар сұрақтардың жауабын білгісі келеді. Досы сұрақтардың жауабын білу үшін олардың арқасынан қағу керек екенін айтады. Ал біздің кейіпкеріміз білуге келіседі. Кезек Ханаға келгенше оны қайта-қайта ұрып соғып, Ток оған сұрақ қояды. Ол Джинаны нұсқайды. Джина сұрақтың жауабын білу үшін оны ұрып соғуды шешеді. Ал Ток оған Ханадан ұнайма деп сұрағанын айтады. Онда біреу бар. Джина Хана неге ұлын таңдады деп ойлай бастайды, және ол қызғанып, ренжіген анық. Кейінірек ұлы Джинаны бір жерге бірге баруға шақырады. Сонымен бірге Хана асқазанының ауырғанын сезіп, ұлына онымен бірге дәріханаға баруын өтінген хабарлама жібереді. Бірақ оның телефонының батареясы таусылып қалады. Осы уақытта Джина екеуі бірге уақыт өткізіп, бірге өседі. Олар жақындай түседі және ол бақытты. Хана оларды бірге көріп, ренжіп, ашуланып үйіне қайтады. Тек не болғанын сұрағанда, ол оған Джина мен ұлының жалған танысу келісімшарты бар екенін айтады. Бірақ қазір олар жақындап, шынымен ғашық болып қалғандай әрекет етуде. Келесі күні Джина ұлын көргенде, олар тамақ беріп жатқанда қобалжып, одан аулақ жүреді. Джина қалжыңдап, барын жейтінін айтады. Бұл Хананы қатты ашуландырады. Ол оған өзімшіл екенін және онымен дөрекі сөйлесу арқылы әрқашан бәрін өзіне алатынын айтады. Джина бұған лайық болу үшін не істегенін түсінбейді. Кенет Хана сөмкесін алып кетіп қалады. Тек оны қуып жетіп, оның өзін осылай ұстағаны үшін ұлын ұнататынын сұрайды. Ол мұны мойындайды. Шынымен ұнайды. Ол оған бұлай әрекет етпеу керектігін және қолайлы сәтті күту керектігін айтады. Өйткені Джина ақыры оған қайта оралады. Содан кейін Хана ұлын алып кете алады. Біз Джинаға жаттығуға барамыз. Онда ол Хананы көріп, барлық тамақты алып кеткісі келмейтінін айтып, кешірім сұрайды. Хана оны елемейді. Кенет жаттықтырушы келіп, оларға ақша керек екенін айтады. Джина қарсылық білдіріп, компаниямен келісім шартқа отырғанда, оның төлеуі керек деп жазылмағанын айтады. Жаттықтырушы оған жаттығу кезінде қатал екендіктерін және жетілдірілмегендерден ақша алатынын айтады. Бұл Хананы білдіреді және одан компания менеджеріне ақша аударуын сұрайды. Джина қарсылық білдіріп, егер олар ақшаны алса, оны бір адамнан емес, барлығынан алу керек екенін айтады. Бірақ жаттықтырушы оны тоқтатып, оның жұмысын білетінін және оның себептері бар екенін айтады. Джина шетте қалмайды және Хананы мақтап, оның ең еңбекқор интерн екенін және компанияның интерндерінен ақша алып жатқанын ешқашан көрмегенін айтып, оны қорғайды. Жаттықтырушы Ханаға ақша төлеуін айтып, кетіп қалады. Джина Хана онымен бірге барудан бас тартып, егер барғың келсе, жалғыз баруын керек екенін айтып, ақшаны төлеуге келіскенде шошып кетеді. Джина оның бұл қылығына ренжіп, Хан мен олардың бұзылған достығы туралы ойлана отырып кетіп қалады. Ол баруды ойлайтын жалғыз адам, ұлы. Біз ұлына барамыз. Ол кенеттен алдынан Джинаны тауып алып, оның мұнда не үшін келгенін сұрайды. Ол өз компаниясында оқудан өтуі керек емес пе? Ол оған Хан туралы және олардың арасында не болып жатқанын айтып береді. Ол оған қателеспейтінін және басқаларды ренжіткенді ұнатпайтын мейірімді адам екенін айтады. Ол оған жақындай бастағаннан бері оның қаншалықты жақсы екенін түсінгенін айтады. Ол компаниядан кеткеннен кейін не істейтінін сұрайды. Ол білмейтінін айтады. Бірақ оның арманы әрқашан атақты кумир болу болатын. Ол оған ән айтып жатқан видеосын көрсетіп, оның талантын бағалайтын адамды міндетті түрде табатынын айтып, оны YouTube-ке жүктеп салуын сұрайды. Ол оның қолдауына өте қуанышты. Джина үйге келіп, әпкесімен кездескенде, ол жігітіне қоңырау шалуын өтінеді. Өйткені ол оны көріп,
онымен танысқысы келеді. Джина оған олардың шынымен кездесіп жүрмейтінін және бұл жай ғана келісім екенін айтады. Бірақ бұл шынымен де солай екенін мойындайды. Ол оған ғашық болды және келісімшарт аяқталғаннан кейін оған шындықты айтатынын және олар шынымен кездесетінін айтты. Біз Ханаға барамыз. Оның жаттықтырушысы оның қасына келіп, компания директорының Джинасыз командамен жұмыс істеуді жалғастырудан бас тартқанын айтып, одан барып, оны қайтарып беруін сұрайды. Хана ашуланып бас тартады және Джинаның нөмірін өшіріп, онымен байланысын үзгенін айтады. Бұл ол. Сол кезде Джина ұлына оның видеосы желіге тарап, көп қаралым жинағанын айту үшін барды. Ұлы оның арманына жеткеніне және оны да жақсы көретініне қуанышты. Біз таққа барамыз. Ол сұхбатында қызға қызығатынын, бірақ ол қазір одан алыс екенін айтады. Ұлы мұны көріп, Джинаның не айтқысы келетінін түсінеді. Ол таққа жақындап, олар ажырасып кеткен кезде неге бұлай айтқанын сұрайды. Сондықтан ол оны әлі де жақсы көретінін және оны қайтаратынын меңзейді. Сондықтан ұлы басқа біреуді табуы керек. Осы кезде ұлының достары Джина екеуінің арасындағы келісім шарт туралы біледі. Кенеттен оның ойына бір ой келеді. Содан кейін ол жаттықтырушыдан хабарлама алады. Ол оған Джинаның танымал болған әніне сілтеме жібереді. Ол сондай ақ оған менеджердің Джинаның компаниядан кетуіне себеп болғанына ашуланғанын айтады. Ол сілтемені ашып, түсініктемелерді оқығанда барлығының Джинаны мақтап жатқанын көреді. Бұл оны одан сайын қызғанып, ренжітеді. Ол соңға қайта хабарласып, келісім шарт аяқталғаннан кейін онымен кездесуін сұрайды. Ол одан бұл тақырыпта қалжыңдамауын өтініп, олардың дос болып қалғаны дұрыс екенін айтады. Ол өзінің байсалды екенін және оған біраз уақыт бұрын ғашық болғанын мойындап, оны күтуін сұрайды. Оның айтуынша, егер ол оны жақсы көрмесе, онда олар Джина сияқты келісімшарттық қарым-қатынаста болуы мүмкін және оған мейірімді болуға және оған ешқашан жамандық жасамауға уәде береді. Бірақ ол бас тартады және оған Джинаны жақсы көретінін айтады. Тіпті келісім шарт аяқталса да, оның сезімінде ештеңе өзгермейді. Ол ашуланып, оған жақындау үшін бәрін жасағанын айтады және оның Джинаға неге сонша жақын екенін түсінбейді. Бірақ оның оған деген көзқарасы өте жақсы. Дөрекі. Джина келіп, оларды көріп, олармен бірге болатынын, Хананы тыңдайтынын және оның жігітімен қайда баратынын көретінін айтады. Бірақ содан кейін ол әнді алып кетуге шешім қабылдайды. Кетер алдында Хана әннің шын мәнінде Джинаның жігіті екенін түсініп, одан енді оған жақындамауын өтінеді. Келесі күні мектептегі барлық оқушыларға біртүрлі хабарлама келеді және олардың барлығы Сонг пен Джинаға біртүрлі қарай бастайды. Джина Сонг екеуінің арасындағы келісім шарттың суреті желіге тарап кеткенін және оны бәрі көргенін білмейінше, неге бәрі оған қатты қарап тұрғанына таң қалады. Оны құмар ойыншы және өз қалағанын істеп жүрген ер аңшы деп айыптайды. Хана оларға Джина мен Сонгтың шынымен де келісімшарттық қарым-қатынаста екенін, бірақ тек қағаз жүзінде екенін және бір-бірін жақсы көрмейтінін айтады. Сондықтан бәрі Джинаны Сонгтың сезімімен ойнады және одан бәрін тартып алды деп айыптайды. Оның сүйіспеншілігін пайдаланып, біз Сонгға барамыз. Ол жанжал туралы естіп, қауесеттерге байланысты оны ешкім мазаламау үшін оған асығады. Ол біреуді шетке тартып алып, келісімшарттың ағып кетуіне себепкер болған адам екенін біледі және оны бірдеңе алып жатқанда сөмкесінен алып кеткенін айтып, кешірім сұрайды. Сонг оған уайымдама, Джинамен сөйлесемін дейді. Не болып жатқанын қарашы. Джина досымен бірге болғанда, ол оған әннен басқа ештеңеге мән бермейтінін және ән оны жақсы көретін болса, ол туралы ешкімнің не айтатынына мән бермейтінін айтады. Хана Сонгның Джинаға барғысы келгенін есіне алды, бірақ ол Джинаның оны көргісі келмейтінін, оған ренжігенін және онымен сөйлескісі келмейтінін айтып, оны тоқтатты. Мен оны көрмедім, тіпті оның жүзін де көрмедім. Ол онымен қашан татуласатынын сұрағанда, ол оған олардың тіпті ұрыспағанын және олардың арасында ешқандай проблема болмағанын айтады. Сонг оған сенеді және Джинаның қасына бармайды. Сонг сыныпта оқып жүргенде оқушылардың Джин туралы жаман сөздер айтқанын естиді. Сондықтан ол ашуланып, оған барады. Біз Джинаға барамыз. Ол жағымсыз пікірлерді оқып жатыр. Барлығы оған деген жеккөрушілікке толы. Олар келісімшарт туралы ақпаратты бүкіл мектепке тарата бастайды және ол мұны кім жасағанын және оның өмірін кім бұзғысы келетінін білмейді. Джина Ханаға ол мұны істеді ме деп сұрағанда, Хана оны елемей жауап бермейді. Біз Бон қаласына барамыз. Ол Джинамен не болғанын көріп, жағдайды пайдаланып, оның жағына шығу үшін оған жақындауға бел буады. Джина Сонгты іздеуге шыққанда, бірақ оны таба алмаса, ол болған оқиғадан кейін оның жоғалып кеткенін біледі. Содан кейін ол келісімшарттың ағып кеткен суреті достарымен бірге жиналатын бөлмеде түсірілгенін түсінеді. Ол Хананың сөмкесін көріп, келісімшартты өзі жариялағанын растайды. Онымен бетпе-бет келгенде, Хана мұны жоққа шығармайды және келісімшартты бұзу үшін жасағанын айтады. Оның өмірі, егер мүмкін болса, оны одан сайын ренжітетін еді. Ол оны жек көретінін айтады, өйткені ол одан бәрін тартып алады. Ол әйгілі және әдемі бола бастады. Сондықтан ол компаниядан кетіп қалды. Енді сурет салмайды және пұтқа айналмайды. Ол өз өмірін құртты. Сонымен бірге өмірінің махаббатын алып тастады. Джина оған өзінің талантына әрқашан қызғанышпен қарайтынын айтты және ол әрқашан өзінен гөрі көп жұмыс істегенін және кейіпкер оған ұқсау үшін оған еліктеуге тырысқанын, бірақ ол оны ешқашан байқамағанын айтты. Хана оған мән бермейтінін және ол шынымен де өз өмірін құртқандай, өз өмірін де құртқанын айтады. Кейіпкер оның басынан өткен барлық оқиғалардың себебі оның көптен бергі досы екеніне сене алмайды. Кенеттен олар сөйлесіп жатқанда, олар мектеп радиосынан кейіпкердің Джинамен қарым-қатынасы және оны ешқашан пайдаланбағаны туралы айтып жатқанын естиді. Керісінше, ол оны шынымен жақсы көреді.
ол да оны жақсы көреді. Біз оның мектепте жасалған барлық келісімшарттардан құтылу үшін жоғалып кеткенін білдік. Ол хабар тарату бөлмесіне барып, оқушыларға олардың тарихын айтып беруді шешті. Ол олардың қарым-қатынасы келісімшарттан басталғанын, бірақ махаббатпен аяқталғанын және келісімшартты бұзуға шешім қабылдағанын мойындады. Хана Джинаның өмірін құртып жібергенін ойлап, оның шынайы махаббат хикаясын келісім шартсыз бастауға шешім қабылдағанына таң қалғанша қуанады. Ол оларға Джинаны әрқашан бір жақты сүйіспеншілікпен жақсы көретінін және келісімшарт оның оны алудағы жалғыз мүмкіндігі екенін айтады. Оған жақын бол. Оның сөздері барлығына қатты әсер етті және ол олардан оны ренжітуді доғаруды және оның орнына олардың арасындағы сүйіспеншілікті көтермелеуді және қолдауды сұрайды. Мұны естіген Джина оған қатты әсер етіп, жігерленіп, оны да жақсы көретінін мойындайды. Ол барып, Ханаға жақсы көретін адамы оны қолдағанша, оны бәрі жек көретініне мән бермейтінін айтады. Тыңда, қыз, қалағаныңды істе. Джина ән сабағына барғанда, онымен бірге мұғалімді тауып алып, оның хабар таратуды рұқсатсыз пайдаланғаны үшін жазаланғанын біледі. Бірақ ол оны қорғап қалдырған жазбаларын барлық жерден тауып алады. Біз бұл оқиғадан кейін мектептегі барлық адамдар Джинаны кешіруге және олардың қарым-қатынасын қабылдауға шешім қабылдағанын білдік. Ал Хана мектепке баруды тоқтатты. Текке келетін болсақ, ол да олардың қарым-қатынасын қабылдауға шешім қабылдады. Джина Ханаға баруды жалғастырып, одан мектепке оралуын сұрайды және егер ол өзін төмен сезінсе, кешірім сұрайды. Хана оған сондықтан аулақ болу шартымен қайтадан дос болуға келісетінін айтып, оны жақсы көретінін айтып, егер сен мені шынымен жақсы көрсең, маған бер, деді. Ол орнынан тұрды. Джина үйге келгенде, ол бұл туралы үнемі ойлайды және кімді таңдау керектігін білмейді. Өзінің өмірлік досы ма, әлде өмірінің махаббаты ма? Біз соңға барамыз. Ол Джинаға деген сүйіспеншілігін мойындау және оған уәде беру үшін не айту керектігін жаттықтырады. Келесі күні жолда келе жатып, алдынан Хананы көреді. Ол онымен бірге бір жерге баруын өтініп, оны ұмыт деп айтады. Бүгін мектепте сабақ жеткілікті. Ол бас тартқан кезде ол оны талап етеді және сендіреді. Сондықтан ол онымен бірге жүреді. Олар бірге тамақтанады, суретке түседі, ойнайды, музыка тыңдайды және жай ғана уақыт өткізеді. Біз Сонгтың досына барамыз. Хана оның қасына келіп, Джинаның қайда екенін білесің бе деп сұрағанда, ол оған олардың бос емес екенін ғана білмейтінін айтады. Ол олардың бірге екеніне сенімді және хабарлама жіберуді жалғастыруда. Бұл Джина оларды көргенде, оның жүзі өзгеріп, ренжігені анық. Бірақ ол әдеттегі күнін жалғастырады. Біз текке барамыз. Ол оған Джина мен Сонгтың келісім шартының бүгін аяқталатынын айтып, Джинаға қайтып оралуын өтінеді. Сондықтан ол оған тиесілі болуы мүмкін. Ол Сонгпен байланыса алатын болса, оны жіберіп алмау мүмкіндігі. Біз кейіпкерімізге көшеміз. Ол Джинаны олар кездесе бастағаннан кейін жиі кездесуге шақырады. Мұны естіген Джина бірдеңеге ренжіген сияқты, бірақ олардың әңгімесі оның сұрағанының келгенін білдіретін қоңыраумен үзіледі. Сонг оған бір орында тұруды және ол үшін баратынын айтады. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, сол сәтте Хананың хабарын көреді. Хана одан Сонгпен кездесуге барасың ба деп сұрап, ренжіген көрінеді. Содан кейін ән шырылдайды, ал кейіпкер телефонға жауап береді. Ол Сонгтың әлеуметтік қызметтерден көшеден қауіпсіз өту үшін үйінің алдындағы бағдаршамды жөндеуді сұрағанын біледі. Ол оның ұсақ түйекке мән бергеніне өте қуанышты. Ол оны қалай жақсы көрсе, солай жақсы көреді. Бірақ ол жауап бермей, үйіне жалғыз кетеді. Келесі күні ол мектепке барғанда, олардың барлығы бір-бірінен аулақ жүреді және сөйлеспейді. Джина Текпен кездесіп, одан жігітімен ұрысып жатырмы деп сұрағанда, ол олардың ажырасып кеткенін айтып, жылай бастайды. Ол оларды қайта біріктіру үшін келгенін айтады. Бірақ оның эпизодын және оның әнді жақсы көретінін көргеннен кейін, ол оның досы болып қалуды және оған әнмен бірге болуға көмектесуді шешеді. Ол оған егер ол оны жақсы көрсе, одан бас тартпау керектігін және ол үшін өзін құрбан ету керектігін айтады. Ол оған алғысын білдіреді және оның сөздері туралы ойланатынын айтады. Біз Сонгтың үйіне барамыз. Ол жерде анасының суретін ұстап, мұңайып көрінеді. Әкесі ішке кіріп, сүйіктісімен ажырасып кеткенін сұрайды. Сонг бұл туралы қайдан білгенін сұрайды. Ал әкесі оған бұл анық екенін айтады және егер ол оны шынымен жақсы көретін болса, оның қашып кетуіне жол бермеу керектігін айтады. Сонг әкесіне мойынсұнып, оны соңғы рет сынап көруді шешеді. Біз ән туралы ойланып, бірге естеліктерін еске түсіретін кейіпкерімізге барамыз. Олар оған телефон соғып, киініп, сыртқа шығып, Ханамен кездеседі. Ол оны жұбату үшін келген-келмегенін сұрайды. Бірақ Хана, мен сенің менің досым екеніңді білемін. Сен менің қасымда болуың керек деп жауап береді. Джина оған енді дос болғысы келмейтінін және достар бір-бірін ренжітпеу керектігін және ол үшін сүйіктісін тастап кеткенін айтады. Ол онымен барлық қарым-қатынасын үзіп, Сонгты ұстап, оны жібермеуді шешеді. Сонымен бірге Сонг жолда келе жатыр және олар бір-бірімен кездесіп жүр. Олар бір-біріне жақындап, қайта қосылады. Уақыт өтіп, Хана мектептен кетеді. Ал екі ғашық мәңгі бірге болу шартымен жаңа келісім шартқа отыруды шешеді. Джина келіседі және жаңа махаббат хикаясы басталғалы тұрған сияқты. Біздің әңгімеміз осымен аяқталады. Лайк басып, жазылыңыз. Келесі серияда кездескенше.